мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті, халыққа қызмет көрсету орталығы, сонымен қатар қала әкімдігінің қызметшілерімен қаламызда көрсетілетін қызметтердің сапасын, оның қолжетімділігін тұрақты түрде талдау арқылы бүгін мынау Шарапат әлеуметтік қызмет көрсету орталығына келіп отырмыз. Осында 300-ге жуық адам тұрады, яғни мүмкіндігі шектеулі азаматтар және қария азаматтар. Осылар бүгін осы кісілердің талабы бойынша жасына жетуге байланысты зейнетақы тағайындау, цифрлық қолтаңба алу, немесе жергілікті тұрғын жері бойынша тіркелу сияқты қызметтерді алатын болады. ЭЦП беру, қалай беру үшін консультация, цифрлық қызметтер бойынша бүкіл полный комплекс консультация беріп шығып отырамыз. Сондай акцияларымыз бар.